Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Біз өзімізді қоршаған ортадағы заттардың санын білеміз және оның балансын реттеп отырамыз. Өзімізге экономикалық тиімді бағытқа бағыттаймыз. Аз болса үнемдейміз, ал көп болса азайтамыз. Ал біз өзіміздің санымызды реттей аламыз ба? Жер қанша адамды көтере алады? Қазірдің өзінде әлем халқы 7,8 миллиард адамға жетті. Егер де дәл осылай өсе берсек, мұнай, газ бен көмірді былай қойғанда, ауа мен суға зар болып қалмаймыз ба? Мұның да экономикасын білу керек қой. Сонымен біз қаншалықты жылдам өстік? Әлем халқы алғашқы миллиардқа 1804 жылы жетті. Яғни 1804 жылы әлем халқының саны 1 миллиард болды. Арада 123 жыл өткенде адам саны 2 есе өсті, яғни 1927 жылы жер тұрғындарының саны 2 миллиард болды. Келесі миллиард бар болғаны 33 жылда жиналды, яғни 1960 жылы 3 миллиард болдық. Ал содан соң әлемдік өсу көз ілеспес жылдамдық алды. Арада 14 жыл өткенде, яғни 1974 жылы 4 миллиард адам болдық. 13 жылдан кейін, яғни 87 жылы 5 миллиард, 12 жылдан соң, яғни 99 жылы 6 миллиард. Тек 20 ғасырдың өзінде әлем халқы 4,4 миллиардқа көбейді, яғни 1,6 миллиард адамнан 6 миллиард адамға. 21 ғасырдағы өсімді білесіздер, яғни 99 жылы 6 миллиард болсақ, қазір, яғни 2022 жылы 7,8 миллиард адам жер планетасында тіршілік етеді. Онда тұрған не бар? Көп болайық, сиямыз деуіңіз мүмкін, алайда адам саны өсуде, бірақ планетамыздың ресурстары азаюда. Дүниежүзілік табиғатты қорғау қоры ғалымдарының зерттеуінше біз жер шарының өндіре алатынын 20%-ға артық тұтынып жатырмыз. Біз ұрлап жатырмыз, әрқайсымыз ұрымыз. Біз өз балаларымыздың тұтынуы қажет ресурстарды пайдаланудамыз. Біз тек өз ұрпағымыздан ғана емес, дәл бізде жер планетасының басқа да тұрғындарынан олардың жерін ұрлаудамыз. Соңғы 60 жылда біз 2 есе көбейгенде, жер бетіндегі жан-жануарлардың саны 2 есе азайды. Адамдар бетоннан құралған джунгли қалаларға қоныстанды. Халық саны 10 миллионнан асатын мега қалалардың саны 30-дан асып кетті. Осы қалаларға су жеткізу күннен күнге қиындап барады. Есептейік, қарапайым экономика. Токионың тек өзіндегі, яғни шеткі аудандарында халықты есептемегенде, халқы 13 миллион халық тұрады. Күніне әр адам 15 литр су қолданса, қалаға күніне 200 миллион литр су қажет болады. Су проблемасы тек Африкада деп ойладыңыз ба? Қателесесіз. Бразилияның Сан-Паулу қаласы да су тапшылығын сезінуде, тіпті Еуропаның жүрегі Парижде де су тапшылығы айтарлықтай әсер етуде. Өсіп барамыз, енді не істеу керек? Қытайдағы сияқты бір отбасы, бір бала саясатын ұстанамыз ба? Әлде Үндістандағы сияқты қылмыскерлерді бала туа алмайтындай етіп ота жасап жазалаймыз ба? Шындығында проблема санда емес, тұтынуда. Біз тым көп тұтынудамыз. Мысалға, Нигерия халқының саны Ұлыбританиядан 3 есе көп, алайда ұлыбританиялық азамат нигериялықтан 4 есе көп тұтынады. Егер әлем халқы жер ресурстарын нигериялықтардың деңгейіне тұтынса, 30 миллиард адамға дейін көбейсек те жер планетасы шыдар еді. Егер әлем халқы америкалықтар сияқты тұтынса, яғни бәрінде бір-бір үлкен көлік, үлкен 2-3 қабатты үй, электроника мен смартфондар, онда осының өзінде бізге тағы 4 жер планетасы керек болар еді. Үндістандықтар көп, алайда олардың бәрінде көлік, үлкен үй, қымбат электроника жоқ, яғни олардың жер планетасына ауыртпашылығы жоқ. Біз сол азаматтар есебінен баюдамыз, алайда олар да үлкен көлікпен жүріп, зәулім үйде тұрғысы келеді ғой. Бұл планетамызға зиян, көлік алмаңдар деп айта аламыз ба? Өзің бал жеп отырып, бал жеме, бұл саған зиян дегенмен бірдей болады ғой. Біз өзімізді тежей аламыз ба? Суды, энергияны үнемдей аламыз ба? Қалай ойлайсыз?